Баршаңызға қайырлы күн достар, ұстаған оразаларыңыз, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін сіздерге жареные пельмени, яғни қуырылған шұпараның рецептісімен бөлісетін боламын. Ауызашарға немесе кешкі асқа жасап көріңіздер. Және де міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Біздің тұшпарамыздың қамырын жасау үшін 300 грамм ұнымызға шай қасықтың жартысындай болатындай разрыхлитель немесе содамызды қосып, ұнымызбен жақсылап араластырып аламыз да ортасын ашып, бөлме температурасындағы аз ғана сары майымызды және де жылы суымызға бір шай қасық толтырып қантымызбенен шай қасықтың жартысындай тұзымызды қосып жақсылап суымызға араластырып аламыз да біздің сары майымыз салынған ұнымызға аз ғана бөлігін құйып және бір жұмыртқамызды қосып жақсылап орташа қалыпта қамыр илеп аламыз. Қамыр міндетті түрде қатты немесе жұмсақ болмауы керек. Орташа қалыпта және оны 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Енді начинкасына ұсақтап тұрған пиязымызды қуырып аламыз да піскен картоплымызды езіп екеуін араластырамыз. Аздаған тұз ғана қосып жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Енді біздің қамырымыз дайын болды. Оны жақсылап жұқа қылып жаямыз. Міндетті түрде қамырымыз жұқа болып жайылуы керек. Сонда ғана сіздің қамырларыңыз тез хрустящий болып шығады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай тексере аласыздар. Саусақтарыңыз ар жағынан көрініп тұратындай болатын болса, онда біздің қамырларымыз дайын деген сөз. Енді қамырымызды видеодағыдай ораймыз да оны осылай ұзын-ұзын қылып жаямыз. Егер сіздерде мен көрсеткенде қасық болмайтын болса, осындай пышақпен де турай берсеңіздер болады. Қамырларымызды осылай кішкене төрт бұрышты және аздаған соқпақ болуы керек қамырымыз. Енді үстіне шай қасықтың жартысындай қылып қана дайын болған картоплымызды салып, жақсылап пельмен түйгендей қылып, жақсылап түйіп алатын боламыз. Картоплымызды ортасына қаратай жинап түйіңіздер, әйтпесе қазір қуырылған кезде орталары ашылып кетуі мүмкін. Міне осылай пельмен сияқты жақсылап жан-жағын басып тұрып түйіп аламыз да қызып тұрған майымызға біздің осы дайын болған шұпараларымызды жақсылап пісіріп аламыз. Пісіру уақыты 1-2 минут. Міндетті түрде қызып тұрған май болу керек. Сонда ғана сіздің шұпараларыңызда шариктер шығады. Жаңағы басында айта кеткендей, біз қамырымызға сода немесе разрыхлитель қосып қуырдық. Сондықтан да осындай әдемі шариктер шығуы керек, әрі өте хрустящий болу керек. Міне біздің қытырлақ шұпараларымыз дайын болып шықты. Міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған жаңа тас болсын.